Қартайған адамдарға қауіпті жемістер және зардаптары. Сіз тіпті байқамай жүрген кейбір жемістер денеңізді жасырын түрде тез қартайтуға ұшыратады. Көп адам жемісті табиғи, пайдалы, қант емес деп ойлайды. Бірақ зерттеулер көрсеткенде кейбір жемістер тіпті газдалған тәтті сусыннан да жаман әсер береді. Зерттеушілердің айтуынша 65 жастан асқан адамдар тәттілігі өте жоғары жемістерді жиі жеген кезде олардың организміндегі метаболикалық өзгерістер жылдамдайды. Бұл дегеніміз, қанның қант деңгейі тез көтеріледі, инсулинге төзімділік нашарлайды, іш майы көбейеді, жүрек пен тамырларға салмақ түседі. Кейбір жемістерді жиі тұтынған адамдарда метаболикалық синдромға шалдығу қаупі 57%-ға артқан. Метаболикалық синдром жүрек талмасына, инсультке және қант диабетіне апаратын ең қауіпті жолдардың бірі. Қарт адамдар үшін бұл тіпті 2 есе қауіпті, себебі олардың жасушалары баяу қалпына келеді. Ал ағзадағы қантты өңдеу қабілеті жас кезіндегідей мықты емес. Ең жаманы, осындай жемістерді дүкендерде диетаға жақсы, ас қорытуға пайдалы, табиғи қант деп жарнамалайды. Шын мәнінде олар күнделікті мөлшерден асса, жасқа байланысты ауруларды жылдамдатып жібереді. Мысалы, бауырға ауырлық түседі, іш майы тез жиналады. Қан қысымы көтеріледі, мидың жұмысын баяулатады, жүрекке артық салмақ түседі. Ал егер адам 65 жастан асқан болса, оның ағзасы бұрынғыдай қантты тез ыдырата алмайды. Сол себепті қате таңдалған жеміс бүкіл денсаулықты шайқалтып жіберуі мүмкін. Бірақ жақсы жағы да бар. Зерттеулер көрсеткенде кейбір басқа жемістер керісінше жүрек жұмысына көмектеседі. Ми жасушаларын қорғайды, қабынуды азайтады және энергия береді. Бұл видеода біз жасы үлкен адамдар күнде жеуі тиіс 4 пайдалы жемісті және мүлдем аулақ болуы керек 4 қауіпті жемісті толық баяндаймыз. Және соңында зиянды жеміс көпшілікті ең жақсы көретінін, сергітетінін, жазда жиі жейтінін, бірақ сол жеміс өмірді қысқартуы мүмкін екенін айтатын боламыз. Қарт адамдар мүлдем жеуге болмайтын бірінші қауіпті жемістің бірі құрма. Көпшілік оны энергия береді, табиғи, тәтті деп ойлап жейді. Бірақ шынына келсе, құрма қанттың ең концентратталған түрлерінің бірі. Құрманың ішінде фруктоза мөлшері өте жоғары, сондықтан ол қанның қант деңгейін тіпті 1 стақан тәтті газдалған сусыннан да жылдам көтереді. Фруктоза организмге ең ауыр түсетін қант түрі, ол бауырға бірден жүктеме жасайды. Себебі фруктозаның 90%-ға жуығы бауырда ыдырайды. Сондықтан құрманы көп жеу мынадай мәселелерге әкеледі. Бауырда май жиналады, іш майы көбейеді, энергия тез көтеріліп, артынан күрт түсіп кетеді. Қарт адамдарда әлсіздік пен шаршау пайда болады. Қант диабетінің қаупі артады. Жас кезде ағзам оны жеңіл көтеруі мүмкін, бірақ 65 жастан асқан кезде бауыр баяу жұмыс істей бастайды. Сондықтан фруктозаға бай тәтті жемістер құрма сияқты қарт адамдарға ерекше қауіпті. Сонымен 65 жас пен одан жоғары жастағы адамдарға құрманы күнделікті жеу денсаулыққа тікелей қауіпті. Ең маңыздысы, көп адам құрманы пайдалы табиғи тағам деп ойлайды, бірақ ғылыми зерттеулер қарт адамдар үшін оның қан қысымын көтеретінін, жүрекке салмақ түсіретінін, қан деңгейін секіртетінін анық көрсетіп отыр. Келесі жаңғақтар. Көпшілік жаңғақтың бәрі пайдалы деп ойлайды, бірақ шын мәнінде дұрыс таңдалмаған жаңғақтар жүрек қан тамырларының жұмысын әлсіретіп, ағзада қабынуды күшейтіп, қан құрамындағы жаман холестерин деңгейін көтеруі мүмкін. Жылдар өткен сайын біздің ағзамыз бір кездері оңай көтере алған тағамдарды қорыта алмай қалады. Сол себепті жасы үлкен адамдарға жаңғақтың түрін дұрыс таңдау тіпті маңыздырақ. Кейбір жаңғақтар қуыру кезінде пайдалы майларын жоғалтып қана қоймай, трансмайға айналып кетуі мүмкін. Ал трансмайлар қан тамырларын тарылтып, қан айналымын баяулататын ең қауіпті май түрі. Егер сіз күн сайын осындай өңделген жаңғақтарды жей берсеңіз, ағзадағы қабыну деңгейі жоғарылап, жүрекке салмақ түседі. Сондықтан сізге ең бірінші білу керек нәрсе қатты тұздалған, қатты қуырылған, қосымша майда қуырылған жаңғақтар денсаулыққа зиян. Олар артерияларды бітейді, холестеринді арттырады, бауырды шаршатады, жүрекке салмақ түсіреді. Және көп адам байқамайтын бір қателік бар. Қаптамада roasted, қуырылған немесе salted, тұздалған деп жазылса, бұл жаңғақтар табиғи өнім емес. Ал табиғи емес жаңғақтарды жиі жеу, әсіресе жас үлкен адамдарда жүрек ауруына шалдығу қаупін айтарлықтай өсіреді. Анар. Анар жүрек қорғаушы жемістер. Бұл жеміс қарт адамдар үшін нағыз жүрекке дәрі дегендей. Негізгі артықшылықтары: қан тамырларын тазартады. Анар құрамындағы ерекше антиоксиданттар
Пуникалогендер артерия қабырғаларындағы еркін радикалдарды бейтараптандырады. Бұл қан ағымын жеңілдетіп, жүрекке түсетін жүктемені азайтады. Анар шырынын күнделікті қолдану қан қысымын 5-тен 21%-ға дейін төмендетуі мүмкін. Әсіресе гипертониямен ауыратын адамдарда холестеринді реттейді. Анар жаман холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі, миды қорғайды және есте сақтауды жақсартады. Анар шырынын күнделікті қолданған қарт адамдардың вербалды есте сақтау қабілеті жақсарғаны байқалған. Яғни анар тек жүрекке ғана емес, миға да пайдалы. Жидектер. Көкжидек, қара жидек, таңқурай. Жидектер қарт адамдар үшін ең құнды жемістердің бірі. Көкжидек, қара жидек, таңқурай бұл жемістер миды қорғайды, жүрекке пайдалы қабынуды азайтады және қартаюды баяулатады. Негізгі артықшылықтары: ми қызметін жақсартады. Жидектерде антоциандар бар. Бұл табиғи антиоксиданттар. Олар мидағы қабынуды төмендетіп, ми жасушалар арасындағы байланысты күшейтеді. Зерттеулер көрсеткендей, аптасына 2 рет жидек жеу когнитивті қартаюды 2,5 жасқа дейін баяулата алады. Яғни сіздің миыңыз 2,5 жас кіші адам сияқты жұмыс істей бастайды. Жидектер қан қысымын төмендетеді, артерия қабырғаларын серпімдетеді, қабыну маркерлерін азайтады. Қан деңгейін тұрақтандырады. Жидектерде биоактивті қосылыстар мен талшықтар бар. Олар қандағы қанттың тез көтерілуіне жол бермейді. Сол себепті қарт адамдарда инсулинге төзімділік немесе диабет кезінде өте пайдалы. Жидектерде клетчатка көп. Бұл ішектің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Іш қатуды болдырмайды, ас қорытуға жеңілдік береді. Күн сайын 1 стақан жидек жеу сергектік энергия, көңіл күйді жақсартуға көмектеседі. Бұл әсіресе қарт адамдарға маңызды. Себебі жас ұлғайған сайын сергектік азаяды, көңіл күйі төмендейді. Қалай жеу керек? Көкжидек, қара жидек немесе таңқурай табиғи жаңа немесе мұздатылған түрде қолдану керек. Кептірілген немесе қант қосылған түрін алмау керек. Себебі қосымша қант пайдасын төмендетеді. Күнделікті 1 стақан немесе ас қасықтап салатқа қосып жеу жеткілікті. Енді жүрекке зиян келтіретін жемістер мен тағамдарға тоқталайық. Олар грейпфрут, жас банан, кептірілген жемістер, жүзім сияқты жемістер. Тек пайдалы жемістер емес, қарт адамдар үшін қауіпті жемістерде кездеседі. Грейпфрут көп адамдар оны диетаға пайдалы деп ойлайды, бірақ грейпфрут кейбір дәрілермен қауіпті әрекеттеседі. Оның құрамындағы фурана кумариндер ішекте CYP3A4 ферментінің жұмысын тежейді. Бұл фермент 85 түрлі дәріні ыдыратуға жауап береді. Нәтижесінде дәрінің қандағы деңгейі қауіпті түрде көтеріледі. Мысалы, статиндермен бірге қолданғанда бұлшықет бұзылуы, бүйрек проблемалары тудыруы мүмкін. Жасыл банан. Жас банан құрамында резистентті крахмал бар, ол ұсақ ішекте қорытыла бермейді. Қарт адамдарда ас қорыту баяу, фермент аз болғандықтан жас банан асқазан мен ішекте кебулер, газ, ауырсыну тудыруы мүмкін. Сонымен қатар жас банан антиоксидантқа аз, сондықтан қартаюға қарсы әсері төмен. Кеңес: егер ас қорыту жүйесі сезімтал болса, жас бананды қолданбаған дұрыс. Кептірілген жемістер. Кептірілген жемістер әсіресе күкірт қосылған түрі өте қантты және концентрленген. Кішкентай жәшікке бірнеше алма немесе кептірілген өрік қаншалықты қант барын түсінбестен қолдануға болады. Бұл диабет пен инсулинге төзімділікпен ауыратын қарт адамдар үшін қауіпті. Қосымша күкірт пен консерванттар қабынуды күшейтеді, буын ауруларын асқындырады, иммунитетке кері әсер етеді. Ең дұрысы табиғи қантсыз және консервантсыз түрін таңдау керек. Жүзім. Жүзім тәтті әрі жеңіл, бірақ қант деңгейі өте жоғары, талшығы аз. 1 стақан жүзім шамамен 23 грамм қант. Бұл кіші шоколадқа тең. Қарт адамдарда қант деңгейін бақылау қиын болғандықтан бұл қандағы қантты тез көтеріп, инсулинге қосымша жүктеме береді. Көп жағдайда жүзім пестицидпен өңделген, әсіресе органикалық емес болса, иммунитеті әлсіз қарттарға қосымша қауіп тудырады. Жүзімді тек органикалық шектеулі мөлшерде қолдану керек. Қорытынды: көрсетілген жемістер грейпфрут, жас банан, кептірілген жемістер, жүзім. Олар қарт адамдарда энергияны төмендетіп, қантты көтеріп, қабынуды арттыруы мүмкін. Және бұл қауіп кейде байқалмайды, сондықтан абай болу керек. Егер сізге видеодағы кеңестер пайдалы болса, каналымызға жазылыңыз және қоңырауша батырмасын басыңыз. Сондай-ақ видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біз сіздің ой-пікіріңізді оқып, келесі видеоларды соған қарай жасаймыз. Каналға жазылу арқылы сіз денсаулыққа пайдалы кеңестерді бірінші болып көресіз. Жүрекке, миға пайдалы тағамдар мен өмір салты туралы жаңа ақпарат аласыз. Қауіпті тағамдардан қалай сақтануға болатынын білесіз. Сіздердің денсаулығыңыз біздің басты мақсатымыз.
Осы видеоны көрген соң достарыңызбен бөлісіп, оларды да пайдалы ақпаратпен таныстырыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.